Биыл бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына түскен қаражат ең табысты деген жобаларды жүзеге асыруға жұмсалады. Бұл туралы қор басқармасының төрағасы Руслан Ерденаев хабарлады. Өткен жылы қорға 657 миллиард теңге құйылған. Биыл бұл сан 1 триллион 450 миллиард теңгені еңсереді деп күтілуде. Аталған сома міндетті зейнетақы жарналарынан бөлек құнды қағаздардан түсетін табыстан құралады. Руслан Ерденаевтың дерегінше 350 миллиард теңгеге жуық қаражат еліміздің қаржы министрлігі шығарған мемлекеттік құнды қағаздарды сатып алуға жұмсалады. Қалған ақша ұлттық компаниялар мен екінші деңгейлі банктер арқылы шағын және орта бизнесті несиелендіруге жұмсалады. Нәтижесінде 14 мыңға жуық жаңа жұмыс орындарын ашу жоспарланып отыр. Жиналған қаражат бюджет жетіспеушілігін қаржыландыруға жұмсалады деген сөз, ақшаны мемлекеттік құнды қағаздарды шығаруға пайдаланамыз. Кейінірек оларды түрлі инвесторлар сатып алады. 500 миллиард теңгедей шетелдік валютаға айырбасталады. Ары қарай оны халықаралық нарықтағы капиталды инвестициялауға жұмсаймыз. Және де 600 миллиард теңгеге еліміздегі екінші деңгейлі банктер мен Самұрық, Бәйтерек және Қазагро сынды ұлттық компаниялардың облигацияларын сатып алу көзделіп отыр.